Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бүгін трайфл десертін дайындаймыз. Бұл трайфл десертінің дәмі сөз жоқ, керемет. Дәмі балмұздаққа ұқсайды. Өте нәзік десерт, яғни орысша айтқанда нежный десерт десем де болады. Жұмыртқамызға қант қосамыз. Жақсылап миксермен 2-3 есе ұлғайғанша араластырамыз. Шамамен 5-6 минуттай араластырамыз. Масамыз жақсы көтеріліп араластырды. Және де осы кезде бөлек ыдыста какао разрыхитель, яғни құрақ массамызды жақсылап араластырып аламыз да, жұмыртқалы массамызға 2-ге 3-ке бөліп қосамыз. Барлығын бірден салып жібермеңіздер. Массамыз басылып қалады. Барлығын 3-ке 2-ге бөліп салыңыздар. Массамыз жақсылап араластырды. Енді сұйық май қосып, тағы бір 3-4 минут араластырамыз. Осылай қамырымыз оп-оңай дайындалады. Қамырымызды кез келген формаға құя береміз. Ол мүмкін протеин бола ма, әлде формаға ма, кольцоға ма, бәрібір. Яғни кез келген формада пісіре берсек болады. 180 градус қызып тұрған пеште 30-25 минут аралығында пісіріп аламыз. Піскен-піспегенін шпажкамен тексереміз. Егер шпажка құрғақ болса, ол пісті деген сөз. Мен трайфлға шоколадты крем қолдандым. Қалауларыңызша кез келген кремді қолдансаңыздар болады. Бисквитімізді осылайынан үгітіп аламыз. Кез келген ыдыста жинай береміз. Трайфл қарылғаныз болса да болады, немесе мен сияқты ыдыс қолдансаңыздар да болады. Менің каналымда шоколадты кремнің рецептісі бар. Қарасаңыздар болады. Осылайынан консервский мешокқа салып жинап шығамын. Мен 2 слойдан істедім. 1 слойдан істесеңіздер де болады. Трайфлымызды толық жинап болған соң тоңазытқышқа 1 сағатқа жібереміз. 1 сағаттан соң бетіне шоколадты ганашты құямыз. Қалауларыңызша кез келген нәрсемен сәнде берсеңіздер болады. Мен орео печеньесін қойып шықтым. Видеоны соңына дейін көріңіздер, бірге дәмін көреміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте керемет. Ас болсын!